күрделі болса, оқытушы тақырыптарды алдын ала беріп қою керек. Яғни, ертең біз мына тақырыптан дебат өткіземіз деген сияқты. Алдын ала беріп қою керек. Не үшін? Не үшін алдын ала беру керек балалар? Сонда топ мүшелері не істейді? Материалдар жинайды. Солай емес пе? Материалдармен танысады. Тағы да не істейді? Зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Егер айталық қаладағы жарнаманың қазақ тіліне баламасындағы қателіктерді зерттеу керек болатын болса, алдын ала тақырыпты беріп қою керек. Сонда олар зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Келісесіздер ме? Қаладағы түрлі жарнамалардың қателігі болатын болса. Жақсы. Ары қарай, дебат технологиясын қолдану кезінде білімгерлердің сөйлеу мәдениеті артады. Білімгерлердің сөйлеу мәдениеті артады. Не арқылы артады сөйлеу мәдениеті, балалар? Қалай ойлайсыздар? Не арқылы сөйлеу мәдениеті артады? Қалай ойлайсыздар? Ой бөліседі, пікір алмасады. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Жазайық. Дебат технологиясы білімгердің ойлау стилінің 5 түрінде дамытады. Дебат технологиясы білімгердің ойлау стилінің 5 түрінде дамытады. Ойлау стилінің 5 түрі дедік. Кім атап бере алады ойлау стилінің 5 түрін? Жанат, Қарлығаш. Ойлау, сіздер психологияны өттіңіздер, педагогиканы меңгердіңіздер. Ойлау стилінің 5 түрі. Естеріңізде ме? 5 түрі. Жазайық жастар үстіне. Синтезатор, идеалист, прагматик, аналитик, реалист. Синтезатор, идеалист, прагматик, аналитик, реалист. Мінеке ойлау стилінің 5 түрі. Осы 5 түрі дебат технологиясы кезінде дамытылады екен. Бар ма? Айталаймын. Синтезатор, идеалист, прагматик, аналитик, реалист. Осы ойлау стилінің 5 түрі. Қосымша әдебиеттен бұны қарап алыңыздар, мен бұларға тоқталмаймын, себебі бұны сіздер өттіңіздер. Психологиядан да, педагогикадан да. Ары қарай. Дебат технологиясы кезінде сөйлесім әрекетінің түрлері жетілдіріледі. Сөйлесім әрекетінің түрлері. Сөйлесім әрекетінің түрлері түсінікті ол енді. Жаңағы ойлау, сөйлеу әрекетінің 5 түрі ғой. Сөйлесім әрекетінің түрлері жетілдіріледі. Жетілдіріледі. Жалпы мәдениеттен, пәннен терең білімділігін дамытады. Жалпы мәдениеттен, пәннен терең білімділігін дамытады. Білімгер өзінің ойын жинақы түрде, дәл, анық, түсінікті, дәлелді жеткізуге тырысады. Білімгер өзінің ойын жинақы түрде, дәл, анық, түсінікті, дәлелді жеткізуге тырысады. Жаңа сөйлеу мәдениеті артады дедік қой. Естеріңізде ме? Осы сөйлеу мәдениеті дегеніміз осы. Өзінің ойын жинақы түрде дәл, анық, түсінікті, дәлелді жеткізуге тырысады. Үлгеріп жатырмыз ба, Жанат? Қадағаш? Үлгеріп жатырмыз. Өзінің ойын жинақы түрде дәл, анық, түсінікті, дәлелді жеткізуге тырысады. Пәнге қызығушылығы мен ойлау қызметінің белсенділігі артады. Пәнге қызығушылығы мен ойлау қызметінің белсенділігі артады. Пәнге қызығушылығы мен ойлау қызметінің белсенділігі артады. Сыни тұрғыдан ойлау дағдысы қалыптасады. Бар ма? Сыни тұрғыдан ойлау дағдысы қалыптасады.
тарихи құжаттармен, статистикалық мәліметтермен, қосымша деректермен жұмыс істеуге дағдыланады. Сыни тұрғыдан ойлау дағдысы қалыптасады. Келесі. Тарихи құжаттармен, статистикалық мәліметтермен, қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуге дағдыланады. Ертең сіздер докторлық диссертация жазу барысында осы барлық мен айтып отқан мәселелермен жұмыс жасау дағдыларыңыз қалыптасады. Тарихи құжаттармен, статистикалық мәліметтермен, қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуге дағдыланады. Енді осы орайда мынадай сұрақ қойғым келіп отыр сіздерге. Айтыңыздаршы, кез келген сабақты дебат технологиясымен өткізуге бола ма? Кез келген сабақты. Қалай ойлайсыздар? Так. Сабақты. Аха. Ерекшелігіне байланысты шығар, проблемалық бір сабақтар болса, кез келгеніне қолдана алмайтын шығармыз. Қалай ойлайсыздар? Жаңа сіз қалай ойлайсыз? Мен естіліп тұрмын ба, қыздар? Иә, естіліп тұрады. Кез келгеніне. Тақырыпты дебат технологиясы бойынша өткізуге болады ма? Кез келген тақырыпты. Жоқ балалар. Болады негізі. Жоқ, болмайды. Кез келген тақырыпты дебат, осыны жазып қойыңыздар. Кез келген тақырыпты дебат технологиясы бойынша өткізуге болмайтынын ескерген жөн. Кез келген тақырыпты дебат технологиясы бойынша өткізуге болмайтынын ескерген жөн. Ескерген жөн. Так. Аха. Жақсы. Келесі компьютерлік технология. Балалар, компьютерлік технологияны өздеріңізде маған айтатын шығарсыздар. Қазақ тілі сабағында компьютерлік технологияны не үшін пайдаланамыз? Қай мақсатта пайдаланамыз және оның ұтымдылығы неде? Жылдамырақ. Қазақ тілі сабағында болсын, мен сіздердің беріп жүрген шет тілі сабақтарыңызда болсын. Жылдамырақ. Баланың ойында ұзағырақ сақталады, көрнекілік ретінде қолданып көрсететін болсақ. Дұрыс айтасыз тағы да? Сосын көлемді ақпараттарды тез қысқа уақытта оқушыға жеткізуге болады. Жақсы, тағы да? Так. Ұзақ уақыт жадыда сақтауға. Қызығушылығын дамыта ма балалардың? Арттыра ма? Иә, қызығушылығын арттырады. Қызығушылығын арттырады. Өз бетінше жұмыс жасауға мүмкіндік бере ме? Береді. Өз бетінше жұмыс жасауға. Әрине береді. Тест тапсырмаларын компьютер арқылы беріп, білімділерін тексеруге бола ма? Болады. Болады, әрине болады. Егер де сол сыныпта әр оқушының алдында осындай бір компьютер тұрса, жаңағы сабақтың айталық рефлексия кезеңінде немесе кері байланыс кезеңінде 10-15 тестті таратып жіберіп, белгілі бір уақытқа шектеу қойып, балалардың білімдерін бағалауға болады. Түсінікті ғой, иә бұл? Жақсы. Келесі менің айтып беріп отқан, тоқталып беріп отқан, бұл топтастыру технологиясы, балалар. Топтастыру технологиясы. Так. Топтастыру технологиясы өз ішінен жазайық. Так. Өз ішінен сыныптық сабақ ұйымы, лекция семинарлық жүйе, лекция семинар қос сөз ретінде аласыздар. Лекция, дәріс қой енді лекция деп отқаным. Лекция семинарлық жүйе, зертханалық топталған әдіс, зертханалық топталған, лаборатория ғой зертханалық деп отқаным, топталған әдіс, сызба әдісі, Бел-Ланкастерлік жүйе, Бел-Ланкастерлік жүйе, қазір осы туралы айтамын мен. Бел удвоено L, 2L балалар. Бел-Ланкастерлік жүйе. Үлгеріп жатырмыз ба? Үтір. Трамп әдісі болып сараланады. Енді осының арасында сіздерге жаңа болып тұрғаны Бел-Ланкастерлік жүйе мен Трамп әдісі шығар. Қалғандары түсінікті. Солай емес пе? Уақытты ұтымды пайдалану мақсатында осы екі жүйеге тоқталғым келіп отыр. Бел-Ланкастерлік жүйе бойынша жазайық. Қарлығаш, не болып шаршадыңыз ба? Бел-Ланкастерлік жүйе бойынша үлкен жастағы балалар
үлкен жастағы балалар, мен мектеп оқушылары туралы айтып отырмын. Бірінші мұғалімнің басшылығымен өз беттерінше тапсырмаларды орындайды. Бел ланкастерлік жүйе бойынша үлкен жастағы балалар бірінші мұғалімнің басшылығымен өз беттерінше тапсырмаларды орындайды. Өз беттерінше тапсырмаларды орындайды. Бар ма балалар? Өз беттерінше тапсырмаларды орындайды. Содан соң жақсы нәтиже алған оқушылар, нашар меңгерген оқушыларға үйретеді. Нашар меңгерген оқушыларға үйретеді. Бұл Бел ланкастерлік жүйе дегеніміз осы.